Баршаңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Есікті біреу қағады, барып қарасам, кеше шақырып қойған қонағым келіп тұр екен. Мен өзім ұмытып кеткем, есікті ашпай қойдым ғой. Барлығым қалай болғанын бастап берейінші. Таңертең кеш сағат 12-де ұйқымнан тұрып, төсектерді реттеп тастап, балаларға осындай сигарет қуырып бердім. Отырып асықпай шайымызды ішіп жеп алдық та, одан кейін посудаларымды жуып, реттеп осылай жүргенмін ғой. Алисаға музыканы қойып қойып, сөйтсем есік шырылдайды. Барып қарасам, өзім кеше келіңіз тамаққа деп шақырып қойған адам келіп тұр, мен оны ұмытып кеткем. Қазір 5 минут деді, жауап алдына жүгіріп барып, қалған жерлерімді реттеп, посудаларымды апыр-топыр жуып, қамырымды ашытып, бауырсақпен ысынан пісіріп қояйын қой деп, сөйтіп өтіп бара жатсам, мына жақта кірлер жиналып қапты ғой. Неше күннен бері жуылған кірлер, бірақ жинамағам ғой. Осыларды апыр-топыр бірден жинап тастадым да, сөйтіп морозилькті барып аштым, бірдеме башар пісіретін деп қарасам, өзім бүгіп дайындап қойған, қатырып қойған мантыларым бар екен. Қой тез күтіп қалмасын деп, соларды қойып жібердім да, одан кейін үйді тазалап тастайын, ұятты деп, үйлерімді жуып тазалап, барлығын полдарын шандарын сүртіп алдым да, сөйтіп қамырымды ашып қалыпты. Соны жайып, бірінші бауырсақ пісіріп алдым, одан нан пісіріп алдым. Содан кейін қой енді есікті ашайын деп барсам, жоқ, жаңағы қыз кетіп қапты. Қыздар ұят болды. Қазір жарты сағаттан келем деп жазып жіберіпті. Кім келген дәл қазір инстаграмға сторисіме салып жатырмын, кіріп қарасаңыздар болады.